Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. 55 жастан асқан қызметкерлерге әлеуметтік төлем төленеді. Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке жыл соңына дейін қауіпсіз жерде еңбек ету тұжырымдамасын қабылдауды тапсырды. Құжат 2030 жылға дейінгі аралықты қамтуға тиіс деп хабарлайды бүгін .kz порталы халық үні .kz сайтына сілтеме жасап. Бұл тұжырымдама жұмыс орнындағы жарақат алу жағдайларын болдырмауға бағытталуы керек. Менің тапсырмам бойынша үкімет зиянды жағдайда ұзақ уақыт жұмыс істейтін адамдарды әлеуметтік қолдау тетігін әзірледі. Мәселе көптен бері талқыланып келеді және шешімі табылды. Салалардың дамуына қосқан елеулі үлесін және денсаулыққа зиян келгенін ескеріп, мұндай қызметкерлерге зейнет жасына толғанға дейін, атап айтқанда 55 жастан бастап арнайы әлеуметтік төлем төленетін болады. Парламенттен үкіметтің ұсыныстарын жедел қарауды сұраймын. Адамдар бұл мәселені шешуді күтіп жүр, деді Тоқаев. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписывайтесь және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.